Барлығына сәлем. Медицинада оқитын студенттер ғылыми конференцияларға қалай және қай жерде қатыса алады? Сіздермен бірге Аружан Балтабайқызы, мен врач-интерн. Жалпы үшінші курстан бастап ғылыми жобаларға қатысып тұрамын. Негізінен бұл ғылыми жобаларға қатысу студенттерге не береді? Жаңа орта, қазіргі таңда болып жатқан медицина ғылыми ақпараттармен танысу, өзін ғылымда сынап көру, ғылыми жобаны қалай жазу керек екендігін үйрену. Ғылыми жобаларға қалай қатыса аламыз? Негізінен университеттердің өздерінде ғылыми ұйымдар, кружоктар дейді, научный кружоктар, сондайлар болады, соған жүгінуге болады. Немесе әр университеттің өзінің сайттарында қай осы жылы болатын ғылыми конференциялардың тізімін жариялайды. Сол кезде солар арқылы қатысуға болады. Және де керемет жаңалық, менде өзімнің инстаграм парақшамда қай жерде қандай ғылыми жобалар болатындығымен бөлісіп отырамын. Оған қалай қатысамыз? Бірінші, өзімізге ұнайтын медициналық тақырып бойынша өзіміздің жобамызды жазамыз. Өзімізге ұнайтын және қазіргі таңда маңызды болып жатқан медициналық тақырыпты таңдап аламыз. Сол тақырып бойынша ғылыми жобаны жазуды бастаймыз. Ғылыми жобаны жазу барысында өзіңізге ғылыми жетекшіні таңдап алу керек. Ғылыми жетекшіні университеттен немесе ауруханада жұмыс істейтін болсаңыз, емханада жұмыс істейтін болсаңыз, сол жұмыс орныңызда дәрігерді, ғылыми жоба жазу бойынша хабары бар дәрігерді жоба жетекшісі етіп алсаңыз болады. Сосын ғылыми жобаны жазуды бастайсыз. Ғылыми жобаның құрылымында оның маңыздылығы, мақсаты болу керек, қандай зерттеу материалдары қолданылды, және де зерттеу нәтижелері қорытынды түрде және қорытынды келтіріледі. Соның барлығын жазып болғаннан кейін ғылыми конференция болатын орынға өзіңіздің жобаңызды жібере аласыз. Олар өздері қарап, жобаны қабылдағандығын жайлы хабарлама келтіреді. Университеттер, мен көбінесе университеттердің арасында қатысқандықтан, көбінесе университеттердің өздері сайттарында жариялайды. Сол жерден қарасаңыз болады. Ал бір басқа да ғылыми жобалар жайлы басқа ақпараттарды жаңа айтып өткен научный кружоктардың өздері айтып береді, қай жерде қандай конференция болатындығы жайлы. Ең бастысы, сізде сапалы әрі қызықты тақырып болатын болса, соны өзіңізге қалаған жеріңізге беріп қорғай аласыз.